Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге арнайы пәндер оқытушысы Құмарханова Нұргүл Нұрмышевна. 1С бухгалтерия бағдарламасы бойынша автоматтандырылған бухгалтерлік есеп пәнінен қашықтық оқыту сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұйым туралы қосымша мәліметтерді енгізу. Алдыңғы сабағымызда біз сіздермен ұйымның негізгі мәліметтерін енгізген болатынбыз. Яғни, кәсіпорынның қысқаша толық атауын, салық комитетінің реквизиттерін, банк счеттарын енгіздік. Сол сабағымызды ары қарай жалғастырып, біз бүгін кәсіпорынның қосымша мәліметтерін, яғни кассасын, кодтар, мекеменің мекен-жайын, телефондарын және ұйымның жауапты тұлғаларының мәліметтерін енгіземіз. Сабақтың міндеті. Бүгінгі сабағымыз біздің тәжірибелік сабақ болғандықтан, біз сіздермен компьютерде орналасқан 1С бухгалтерия бағдарламасында 8/3 нұсқасы бойынша қосымша ұйымның мәліметтерін енгіземіз. Кассаға мәліметтер шығу үшін міне автомат түрде біздің кәсіпорнымыз таңдалды. Келесі префикс қарастырылмаған. Келесі бізде жауапты тұлға. Яғни жауапты тұлға показать все дейміз. Жүрге сотрудниктардың ішіне кіреміз, яғни қызметкерлердің ішінде ештеңе бізде жоқ болғандықтан біз жаңағы тағы да құрастырамыз, создать. Мысалы, бұл жерге жаңағы касса бойынша жауапты тұлғаның мәліметтерін енгіземіз. Мысалы, Ахметова, Ася, Ахмет Қызыбек. Келесі мәлімет, өздеріңіз көріп отырсыздар, дата рождения, яғни туған күн жазамыз. Мысалы, 01.05 айда 2000 жылы дүниеге келдік делік. Пол, яғни жынысы женский, әйел. Место рождения жазайық. Мысалы, Алматы қаласында, город Алматы. Келесі район, мысалы, Алмалы дейік, Алмалинский район. Область толтырылмайды, страна Казахстан. Записать, закрыть, яғни жазып жабамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы туған жерінің атауы жазылды. Келесі мәлімет ол удостоверение, яғни төлқұжаты. Төлқұжатын кіргіземіз, добавить дейміз, тағы да қосамыз. Мысалы, действует 01.05.2013 жылдан бері деп қояйық. Вид документа, яғни бұл жерде құжаттың атауын көрсетуіміз керек. Удостоверение личности, яғни төлқұжаты. Серия бізде төлқұжаты жоқ. Номер, мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 делік. Дата выдачи, мысалы, куәлігін қай кезде алды? 21.03.2013 жылы алды делік. Келесі, кем МВД? МВД РК дейміз, яғни ОК басқармасын басымыз. Мына жерде көріп отырғандағымыздай жауапты тұлғаның мәліметтері толтырылып жатыр. Гражданствосын көрсетеміз, яғни добавить дейміз. Гражданин действует. Записать, закрыть. Окей. Келесі пенсия дейді. Бұл жерде біз тоже қосамыз өзіміз. Пенсионер деген галочканы алып тастаймыз. Яғни пенсионер емес, пенсионный фондты көрсетеміз біз бұл жерде. Пенсионный фонд бізде болады ГЦВП. ГЦВП-ны аламыз. Окей. ГЦВП дегеніміз Государственный центр по выплате пенсии деп талдалады. Келесі жауапты тұлғаның иінін көрсетеміз. Мысалы, 2000 жыл болса 00.05.01, мысалы 205 502. Біз ойдан құрастыра салғаннан әрине бұл ең некорректен.
яғни ол дұрыс емес. Енді сіздер бірақ жұмыс істеген кезде міндетті түрде төлқұжаты бойынша иінің бүткіл мәліметін көрсетесіздер. Келесі дополнительная информация, яғни қосымша ақпаратын толтырамыз. Яғни бұл жерде добавить дейміз. Карт счет. Банк, центр кредит, номер карточки. Чек. Егер карточкасы жоқ болған жағдайда біз оны құрастырамыз. Создать. Наименование. Банкты көрсетейік. Банк, центр кредит делік. Счет номер KZ. Мысалы 7894561 23 789. Мысалға, келесі банк, физическое лицо жауапты тұлға. Бізде Ахметова Ася Ахметқызы болғандықтан записать, закрыть, яғни жазып және жабамыз. Мінекей мәлімет, жаңағы жауапты тұлғамыздың мәліметі шықты, соны таңдап аламыз. Бәрі толтырылады, записать, закрыть. Мінекей көріп отырғандай Ахметова Ася Ахметқызы. Осыны таңдап алып, біз жаңағы кассир ретінде көрсетеміз. Келесі бізде валюта түрі. Тағы да айта кетейін, бұл кассада да мысалы міндетті түрде теңгемен есеп айырысу болғандықтан, ақша қаражаттардың бәрі теңгемен келіп түсетін болғандықтан, біз валюта түрін теңге деп аламыз. Записать, закрыть, яғни жазып, жабамыз. Келесі бізде коды. Бұл жерде код по ОКПО, және сіздерге айтып кеткендей, общий классификатор предприятия организации дейміз. Кәсіпорынның регистрларын жүргізу үшін пайдаланатын код, классификатор. Мысалы, алайық 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі основной вид деятельности, яғни бұл жерде кәсіпорнымыз қандай саламен жұмыс жасайтынын таңдап алуымыз керек. Келесі бізде код ОКЭД деген, яғни общий классификатор экономической деятельности. Яғни біз бұл жерде таңдаймыз, показать все дейміз. Бұл жерде де мәліметтер жоқ, сондықтан бұл мәліметтерді енгіземіз. Создать дейміз. Бұл жерде не дейміз? Мысалы, бізде өндіріс саласы болғандықтан біз жазамыз производство деп. Производство муки делік. Яғни, оны өндіретін кәсіпорын болғандықтан, өндіріс саласы. Полное наименование. Енді код ОКЭД. Бұған кіреміз. Бұл жаңағы кәсіпорынның саласының қандай саламен жұмыс істейтін туралы классификаторы. Соны біз үш жерден таңдаламыз. Міне, производство муки. Яғни, оның өндірісі. Көрдіңіздер ме? Классификаторы бойынша бізде мәліметтер өздері автомат түрде толады. Толды, записать, закрыть дейміз. Осыны таңдап аламыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, біз жаңағы кодтарды толтырған кезде автомат түрде таңдап алдық. Келесі мәлімет ол бізде жаңағы кәсіпорынның мекен жайы, контактілерін көрсетеміз. Мысалы, юридический адрес организации таңдайық. Біз бұны толтырайық. Мысалы, бұны мәліметін толтыру үшін мекен жайын көп нүктеге басамыз. Юридический адрес организации. Келесі мысалы, қай жерде орналасқан? Алматы қаласы, мысалы, город Алматы. Келесі улица, мысалы, көшесі, мысалға Зенькова деп алайық. Зенькова 18 делік. Окей. Яғни, окей бастырмасын басамыз. Мінеке өздеріңіз көріп отырғандай, кәсіпорынның заңды мекен жайы шықты. Мысалы, тағы нені көрсетсек болады? Телефон организация. Яғни, телефон көрсетейік. Көп нүктеге басамыз. Телефон организация. Немесе бұл жерден біз таңдасақ болады. Вид. Окей. Телефон по юридическому адресу, яғни заңды тұлға орналасқан мекен жайы бойынша телефон деп алайық. Мысалы, код страны 8, код города 72,
Номер мысалы 41, 86, 26. Мына көрдіңіздер, мына жерде автоматты түрде көрсетілді. Окей. Өздеріңіз көріп отырғандай, мысалы біз бүгін кәсіпорнымыздың заңды тұлға мекен-жайын жаздық, контактілерін толықтадық, записать, закрыть жасаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, кәсіпорынның негізгі мәліметтері енгізілді. Енді біз бұның бәрін не істейміз? Записать, закрыть дейміз. Сонымен, бүгін біз сабағымызды қорытындылай келіп, яғни кәсіпорынның қосымша мәліметтерін, кассасын, кодтар және контактілерін енгізуді үйрендік. Сонымен үйге тапсырма. Мәліметтерді толықтап оқып, тест сұрақтарын бүгінгі тақырыпқа құрастыру. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңыздар.